Моя родина – Казахстан. Менің отаным Қазақстан. Мен өз халқымды, ұлан ғайыр даламды, таңғажайып тауларымды жақсы көремін. Еліміздің мемлекеттік туын да мақтан тұтамын. Зер салып қараңызшы. В синем небе. Көк аспанда алтын қыран жарық күнді құшақтап тұр. Отбасыңызға береке тілейміз. Сіз этноспорт бағдарламасын көріп отырсыз. Сегодня я хочу рассказать. Бүгін сіздерге көшпелі ата-бабамыздан қалған құс салу өнерінің қыр-сырын айтып бермекпін. Предков номадов. Для этого я направляю. Ол үшін мен бүркітпен аң аулау орталығын құрған Руслан досыма барамын. Ассалаумағалейкум, Руслан. Уағалейкум ассалам, досым. Қош келдің. Осы жолы мотоциклмен жүр екенсің ғой. Иә, осы жолы мотоциклмен жүрмін. Андағыңда неше аттың күші бар? 130 аттың күші бар. Баршылық екен. Маған орын табыла ма? Иә, жетеді. Танысып қойыңыздар, бұл менің досым Руслан, бүркітпен аң аулау орталығының негізін қалаушы. Саған келмегелі көп болды. Кездескеніме қуаныштымын. Не жаңалық бар? Жаңалық сол, байқаған шығарсың, шатырларда ауыстырдым, желге төзімдірек. Шеберхана мен кеңсені де салып бітірдім. Руслан құс салуды арнайы тамашалауға келетін шетелдік қонақтарды жиі қарсы алады. Олар үшін бұл таңсық дүние. Для них это нечто экзотическое. Мынау Русланның кеңсесі. Осы арадан сыртқы әлеммен байланысады. Әлеуметтік желідегі мыңдаған оқырманы оның өмірін, құстарының тыныс тіршілігін бақылап отырады. Ал бізге соны түгел өз көзімізбен көруге мүмкіндік туып тұр. Своими глазами. Сағат әлі таңғы 7. Мына жақ ыстықтау сияқты ғой. Күртеңді ана жерге қоя сал. Одену-ка я кепочку, Антон. Бас киімімді киіп алайын, күн өтіп кетуі мүмкін. Байқаймын, сен құсыңмен бірге таңғы жаттығуға дайындалып жатырсың ғой. Начнем уже. Скорее, а то жара. Бірінші сұрақ. Мынауың ірі екен. Еркек пе ұрғашы ма? Ұрғашы. Ұрғашы де, ұрғашысы әдетте еркегінен үлкен болады. Аты кім? Қасқара. Қасқара қандай сұлу. Қазір телефоным жоқ, әйтпесе онымен селфиге түсер едім. Ол селфиді жақсы көреді. Селфиді жақсы көреме, онда кірсейік. Өзі де дайын тұр екен. Жаттығуды бастап кетейік. Қасқара сөзі қыранның жауына қасқайып қарсы тұратын қасиетін сипаттайды. Руслан оның екінші иесі. Бірінші иесі жасы ұлғайғандықтан құсқа қарай алмай осы орталыққа тапсырған. Содан бері 3 ай өтсе де, Руслан оның сеніміне кіріп алған. У нас в казахском языке черный это значит великий, означает много значений. Бізде қазақтарда қара сөзі ұлы дегенді білдіреді. Мағынасы көп енді. Бүркіттің екінші есімі бар. Оның психологиясына қарадым да ақын деп атадым. Өйткені бұл сондай сезімтал құс. Жалпы құстардың әр қайсысына тән өз аты бар. Мінез құлқына байланысты қоямын. Қасқара. Қасқара, болдық па? Ұшамыз ба? Жылауы өзі келе ғой. Енді әйел деген кінәмшіл болады ғой. Басында майысат, бірақ ақыры бұлқынып барып ырқыңа көнеді. Иә, мен бүркіт бағып жүріп, қыздардың көңілін табуды үйреніп алдым. Сейчас наступает самый интересный момент. Қазір аңшы құстар орталығында естен кетпейтін ерекше мезетке куә боламыз. Мына құрылғы бүркітшінің көмекшісі жемтікті айналдыра қуалайды. Қараңыздаршы, қандай сүйкімді жануар. Ештеңе етпейді, оның жаны жоқ. Қорқпаңыздар, бірақ біздің қыранымыз осыны аулайды. Для этого Ол үшін біз жібереміз, әдеттегідей, жібереміз бе? 500 метр. 500 метр жүре берейін бе? Тоқта, байлайық. Байласақ байлайық, дәл осы араны байлайын ба, тұмсығын ба, мына құлағын. Мына сүйкімді жануар жемтіктің рөлін атқарады. Кезінде мен бір рет істеп көргенмін. Сондықтан қазір сіздерге көрсете алатыныма мақтанамын. Бұлай қыламыз. Жіпті арнайы блоктардың бойымен тартамыз. Біздің жемтік шеңбердің ішінде жүгіріп, бүркіт оған шүйіліп түсуге тиіс.
Ал қарайық. Міне бірінші блок. Ең бастысы ештеңені іліп кетпеуіміз керек. Здесь очень важно, чтобы ничто нигде не цеплялось. За день такую операцию... Руслан мұндай операцияны күніне бірнеше құспен жасайды. Ауасы қандай десеңізші, сезініп көріңізші. Руслан сияқты осында өмір сүрсең, тұла бойыңа күш қуат құйылады. Гайморитті ұмытасың, тамаққа да тәбетің артатын шығар. Неше құсың бар? 3 бүркіт, 2 қаршыға, 3 сұңқар, 8 құс. Күн сайын әрқайсымен арнайы айналысасың ба? Иә. Вот представьте, друзья. Ойлаңыздаршы достар, орталықта Русланның 8 құсы бар. Әрқайсымен күнделікті жаттығу жасайды. С каждой из них ежедневно тренируется. Қай жерге қояйын? И это получается... Яғни Руслан әрбір құспен мынадай шеңберді айналып 3 рет жүреді. Қысқасы, есептеп көріңіздер, бір айналым 500 метрден асады. Әттең, әзірге семірмейтін секілдімін. Утром, вечером. Таңертең және кешке жүгіремін. Порой Кейде қолымда бүркіт болады. тяжеленная птица. Ауыр құс. Баяғыда қаршығамен айналысқанмын. Ол кезде оңайлау еді әрине. Жеңіл құс. Сейчас мы... Қазір сіздерге томаға сыпыру рәсімін көрсетеміз. Вот этот вот головной убор, который... Мынау бүркіттің басына кигізетін зат томаға деп аталады. Томаға бүркіттің көзін жауып тұрады. Сонда құсымыз тып-тыныш отырады. Во время... Жортуыл кезінде аңшының міндеті жемтікті тауып мазасын кетіру. Аң қашқан бетте бүркіттің томағасын шешіп көкке ұшырады. Бүркіт биікке самғайды да, қас қағым сәтте жемтіктің жүрген жерін анықтайды. Төбесінен төніп барып, ешқандай бұлтаруға жол қалдырмайды. Қазіргі аңшылар бүркітті баулу үшін заманауи құрылғыларды пайдаланады. Ана қорапша жіпті орап жазуға арналған. Ал мынау қашықтықтан басқару пульті. Бұл арқылы Руслан жемтіктің қозғалысын реттейді. Оның жылдамдығы сағатына 100 шақырымға дейін жетуі мүмкін. Сол себепті ешкім одан қашып құтыла алмайды. Бастаймыз ба? Бастаймыз. Ана кетті, ана кетті. Вы видели, да? Көрдіңіздер ме? Басында бәрі жақсы болған. Алайда бір-ақ сәтте іс насырға шапты. Бұрылыстың мына бұрышында таяқ шығып тұр ғой. Соның жұмысынан кілтипан шықты да, жемтігіміз тежеліп қалды. Бүркіт оны бірден ұстап алды. Қайталау керек сияқты. Қараңыздаршы, жемтікті етпен ауыстыру керек. Міне қазір солай болып жатыр. Көрдіңіздер ме? Қалай ұшты. Шақ-шоқ, тарс-тұрс, неткен кербездік, неткен тектілік, еңбек еленді. Заслужил. Я, наверное, сейчас все-таки сбегаю за приманкой, да? Мен жемтікті барып алып келейін, қайта бастайтын жерді кездесеміз. Итак, мы примерно... Сонымен, бүркіттің жемтігін ұстайтын жерін есептеп қойдық. Операторларға оңай болу үшін. Ал мұнда ет жасырып отырмын. Здесь у меня припрятано мясо. Бүркіт олжалы болса, олжасын осы етке айырбастаймын. Дайынсыздар ма? Бүркітті алаңдатпау үшін қазір мен етті тығып қояйын. Подам команду Руслану. Русланға белгі берем, ол құсты ұшырады, ал біз соның барлығын бақылап тұрамыз. Дайынбыз ба? Ал бастадық. Әй, мұнысы несі? Әлде бір рәсімді орындап отырма? Түсінбедім. Сүйісті мен естеді. Не болып кетті өзі? Томағасын сыпырып жатыр. Келе ғой. Кел аға, кел. Шеңгеліне қысып алыпты. Олжасымен ұшып келе жатыр. Қараңыздаршы, нағыз аңшы құс қой, я? Ит сияқты ма қалай? Бір затты лақтырып жіберіп, апорт десең,
жүгіріп барып әкеп беруші еді ғой. Мынау да бір түлкіні ұстап алып иесінің қолына тапсырды. Ал Руслан ежелгі рәсімді орындады, олжаны етке айырбастады. Обменял добычу на кусок мяса. Кадр әдемі шығу үшін тағы бір қайталаса қайтеді. Иә болады. Можно. Томағасын сыпырдық, бастадық. Жемтік кетті. Бүркіт ұшып барады, ұшып барады, ұшып барады, ұшып барады. Есть! Иә, ұстады. Вот посмотрите, он поймал. Әне қараңыздар, олжасын ұстады. Түсірдік. Есть. Бірақ меніңше тағы бір дубльсіз болмайтын сияқты, иә, Руслан? Әдемі шығу үшін және бір дубль жасаймыз ба? Иә, бірақ соңғысы болсын. Осы жолы ойдағыдай шығатынына сенімдімін. Кел аға. Үшінші дубль. Кезекті рәсім томағаны тіспен шешу. Аңымыз кетті. Бүркіт ұшты, қаттырақ ұшты. Мүлт кетті. Акела қалайша қателесті. Бәрекелді. Не істейміз, Руслан? Берем на руки. Қолға қондырамыз ба? Қалай ұшып келгеніне қарайық. Ал етті тығып қойдым. Кешір, қымбаттым. Мен түсіндім, мынау қуланып алыпты ғой. Әлгі олжаны әкелмей бірден осында жетіп келіпті. Сөйтсе мына жерде мен тұрмын, ол менен қорқады. Сондықтан оның көксегені сол. Келе ғой. Бара ғой әкеңе. Все. Етіңе ешкім тиіскен жоқ. Следующим этапом наших Жаттығуымыздың келесі кезеңінде қаршыға баулаймыз. Ол көгершін аулайды. охотиться на голубя. Әрине, Руслан әзілдемеген шығар. Көшпелілер өздерін табиғаттың төл перзентіміз деп санады. Олар аңға шыққанда олжаға кенелуді көздеген жоқ. Саятшылық деп атаған ит жүгірту өнері дулы бәсеке, думанды демалыс сияқты еді. Ал қазір саятшылық ұлттық спорттың бір түріне айналды. Друзья, охота есть охота. Достар, аңшылықтың аты аңшылық. Мына көгершінді қазір Русланның қаршығасы аулайды. Руслана. Для этого есть специальный... Арнайы катапульта бар, соның көмегімен көгершінді көкке лақтырамыз, ал Руслан қаршығасын ұшырады. Әр қарай кімнің жолы болады, оны көре жатармыз. Қашып құтылуға мүмкіндігі бар дейді, көрейік иә. Шамамен 50-50 ғой. Сонымен мынау арнайы катапульта. Көгершінді соның ішіне саламыз, катапультаны оқтаймыз да аулаққа барып тұрамыз. Қайталап айтайын, көгершіннің тірі қалу ықтималдығы 50-50. Ол қашып құтылуы да мүмкін, қаршығаға жем болуы да мүмкін. Менің жаныма көгершін жақын, көгершіннің тілеуін тілеймін. Бастайық. Қазір көгершін стратосфераға аттанады. Болды. Ал катапульта оқталды. Аңшылықты бастаймыз ба? Бүркітпен аң аулау танымалдылық жағынан бірінші орында. Біз оны көрдік. Екінші орында қаршыға салу. Қазір оны да көреміз. Мен катапультаны іске қосатын пультты қолымда ұстап тұрмын. Оның қызыл түймешесі бар. Бассам болды, көгершін көкке көтеріледі. Наш голубь будет опущен на свободу, и ястреб... Қаршыға жортуылға шығады. Екеуінің де мүмкіндігі 50-50. Кірісейік. Тура осы жерден, иә? Бастайын ба? Ал кетті. Міне. Итак, нашему голубю... Ал ендеше көгершіннің бағы бар екен. Ол шұғыл бұрылыш жасап, қаршығаны қапы қалдырды. Тағы бірдеңелер болған сияқты, білмеймін. Қысқасы көгершін құтылып кетті. Айтқаным айдай келді. Көгершінің тілеуін тілеп едім, қаршыға мүлт кетті. Красная кнопка... Қызыл түймешенің жұмысында гәп жоқ. Ал қаршығаның жұмысына көңілім толмады. Ну что, дорогой, Не болды қымбаттым? Қалай ғана қателестің? Біз саған кәдімгідей үміт артып, шоу көрсетеді деп тұрмыз ғой. Бәрі тез болып кетті. Неге ұстай алмады?
күн ыстық. Ысып кетті ме? Негізгі себебі осы, құстардың биоырғағы осындай таңғы уақытта ғана аң аулайды. Бұл жазғы биоырғақ. Ал күн көтеріліп кетсе аңға шықпайды. Яғни рефлекстері кешке дейін өшіп қалады. То есть рефлексы уже все стираются. Бірақ меніңше, қалай болғанда да қаршыға бір тойып ет жейтінін білетін сияқты, иә? Сондықтан да онша тырыспады деп ойлаймын. Ал түздің құсы түбіне жетпей қоймаушы еді. Я хочу рассказать вам историю про одного. Мен сіздерге атаңызға айналған бүркітші Сүлеймен Тәкімұлы туралы хикаяны баяндағым келеді. 19 ғасырдың басында ғұмыр кешкен ол кісінің қара жолбарыс деген бүркіті болған. Сол бүркіт өз өмірінде 860 түлкі 14 қасқыр алған екен. 760 лисиц и 14 волков. Представляете? Ойлаңыздаршы, адамдарға қалай көмектескен? Өйткені қасқырлар малға шабады ғой. 14 қасқыр дегеніңіз анау мынау емес. Ондай бүркітті есі ғана емес, бүкіл ауылы мақтан тұтуы тиіс. А ты? Ал сен бүгін не бітірдің? Қалай аң ауладың, ә? Вот все говорят о лебединой верности. Аққудың адалдығы жөнінде көп айтады ғой. Негізі бүркіттер де бір-ақ рет жұптасып, бүкіл өмірін сол серігімен бірге өткізеді. Ол төңіректі жіті барлап, бірнеше ұя салатын аумағын таңдайды. Ұяның үлкендігі 2 метрге дейін жетуі мүмкін. Аналығы бір туғанда 2-3 жұмыртқа шығарады. Онысын мөлшермен 40-45 күн басады. Сол кезде аталығы да оған көмектесіп арасында ауыстырып тұрады. Құтты бір адамдар сияқты. Все как у людей. Ну, Арманбай, гудбай. Goodbye, Руслан. Ал Арманбай, гудбай. Ал гудбай, Русланбай. Көріскеніме қуаныштымын, тағы да кездесеміз ғой. Сәттілік тілеймін. Ал жақсы сау бол. Ну вот что рассказал. Киіз үйде Руслан маған мынадай қызықты айтты. Біріншіден, жер шарындағы бүкіл жан жануардың ішінде бүркіттің көзі өткір. Екіншіден, бүркіттің тамақтану рационына сүт қоректілер мен құстардың 200-ден астам түрі кіреді. И третье. Үшіншіден, бүркіт тек түлкі, суыр, атшалмандарды ғана емес, киік бұғыларды да аулайды. Тіпті қасқырға да түседі. На антилоп, оленей и даже на волков. Четвертое. Төртіншіден, бүркіт 300 градусқа дейін мойнын бұрала. Почти на 300 градусов. Пятое. Когда беркут Бесіншіден, бүркіттер жемтікке шабуыл жасағанда сағатына 300 шақырым жылдамдықпен ұша алады. Алтыншыдан, бүркіт иесіне қатты бауыр басады. Оны көрген сайын шаттана шаңқылдайды. видит его каждый раз. Седьмое. Жетіншіден, ежелгі көшпелілер үшін бүркіт киелі құс саналған. Ескі аңыз әпсаналарда бәйтеректің ұшар басында Тәңірдің ұлы 2 басты қыран отырған деп айтылады. Көрдіңіздер ме? Falconry Camp'тегі 2 сағатта қанша мағлұмат алдым. Каких-то 2 часа. Falconry Camp. Аңыз бойынша қолына жыртқыш құсты қондырған адам айрықша құдіретке, батылдық пен даналыққа ие болады екен. Ол шынында да солай. Құс салу өнері баяғы көшпелі ата-бабаларымыздың төл тума қасиеті ретінде ғасырларды көктей өтіп, бүгінде ұлттық құндылығымызға айналды. В древности у каждого намада был Ертеде әрбір намат қолбала бүркіт ұстаған. Ол аңға шыққанда есіне көмектесетін. Егер наматтың келіншегі түсінде бүркіт көрсе, көп ұзамай ұл табатын. Ондайда намат бүркіттің шеңгеліне күміс сақина тағып босатып жіберетін. Өз қолымен ұшырып тұрып: сен маған адал қызмет еттің, үйіме бақыт әкелдің, маған батыр болатын ұл сыйладың. Сенің де өз үйің, өз балапандарың болсын дейтін. Егер ол бүркіт адамдардың қолына түссе, олар сақинасын көріп қайтадан қоя беретін. Кто увидев кольцо, они отпускали его на свободу. Мир вашему дому. Отбасыңызға береке тілейміз. Бұл этноспорт бағдарламасы. Көріскенше күн жақсы.